Салам алейкум, туғандар, қандайсыңар? Жақшыбы? Келтіріп жүресіңер сілер. Жақшы, мен сілерге жақшы бір нәрсені айтайын дедім. Мына Байторы деген Бишкекте жақшы нәрсе ашылып тұр. Бұл жақта болса тайдың еті 450-ден сатылады екен, құнажының еті 470-ден сатылады екен. Ал эми чучуктарды болса 1100-ден сатылады екен. Мау сары майлар 650-ден, қымыз болса 150 сомнан екен. Қырғызстанда өзіміздің ишкерлерімізді қолдап, таза малдың етін алып жейли мақұл. Эмне үчүн арзан болсын деп эме, арзан болуп атат деп келтирип эме ар кандай ойлоп калбагыла. Биякта деген өздөрү малды багып, өздөрү ошо семиртип, өздөрү эметкен үчүн арзан экен. Мен унутуп калдым да бир нерсени айтып коеюн. 5 килограмм эт алсаңар, bir çuçuk koşulup берет еттің басы мен. Егер 10 килограмм алсаңар, 2 çuçuk еттің басы мен koşulат. Мақұл, ал эми доставкасы болсо шаар ичине 150 сомдон. Илүү жерге алуу деп койсоң жеткизип барып берет. Тойти. Мақұл, мен сүйлөй бербейм. Тамакта оргап кетти, кымыздан көрөйчү. Вообще келтирет экен булар. Давай.